Карантин режимі кезінде танымал жұптар бірінен соң бірі некесін қидыруда. Бұл жолы қалаулым сен жобасында табысқан Өркен Бақытбек пен Наргиз Әбдіғапар ресми түрде ерлі-зайыпты атанды. Атышулы бағдарламаның арқасында танысқан қыз қашып қуанышты жаңалығымен Instagram желісінде бөліскен. Жоба қатысушылары ата-аналарының рұқсатын алып, шариғат бойынша некесін қидырған. Алайда олар карантин салдарынан мешітке бара алмағандықтан имамды үйлеріне шақыртқан. Өркен мен Наргиздің бұл айтулы рәсімді карантин кезінде өткізуінің өзіндік себептері де бар. Ол қасиетті Рамазан айында дәл жұма күні отбасын құруды көптен бері жоспарлаған болып шықты. Жас жұбайлардың айтуынша, үлкен үйлену тойы жазда дүркіреп өтпек. Айта кетейік, Өркен мен Наргиздің таныстығы қалаулым сен бағдарламасында орын алған. Алғашқыда аса жақын дос болған жоба қатысушылары уақыт өте келе бір-біріне деген сезімдері оянғанын түсінген. Нәтижесінде екеуі жұп атанып, кейіннен қарым-қатынастары жанұяға ұласты. Еске сала кетейік, бұған дейін Қалаулым Лайф бағдарламасының қатысушылары да карантин кезінде некесін қидырғанын жазған болатынбыз. Ербол мен Даяна да бір-бірін жобаның арқасында тапқан.